бағалауға алдарыңызға тілсіз карта табылады. Топты бағалау. Ал жаңағы топ мүшелерді бағалауға. Жақсы. Енді бәріміз топқа бөліндік. Міне 4 топымыз шықты, солай ма? Алдыңғы біліммен байланыстыру үшін телефондарымызды дайындаңызшы, тез. Тесіздер, иә? Алдында онлайн болу үшін, жақсы ма? Топпен жұмыс жасаймыз. Өз алдына сөз орналастырыңыз. Либералды демократия Yani Ahmet Bайтұрсыновтың әдебиет саласында мына бейнесі қалатын болса, солай ма? Кейін міне осы Сталинді қудалауымыздың нәтижесінде, яғни өте ауырлы күндің, азапты күндерден кейінгі, яғни жағдайы мына суреттен көруге болады дейміз ғой, иә? Жай, жақсы болын. бұл қазақ зиялыларының бірі Ахмет Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсынов 1878 жылы 1937 жылдарының бір дегенге 73 деп дәлелдеді. Ахмет Байтұрсынов еңбек қайраткері болған. Қазақстан жастар саясатының қоғам қайраткері, автор жазушы, ғалымдар көшесіздер шебері, либералды демократияшылы зиялылардың бірі. Қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келген. Және де қазақ тілінің басты реформаторы болған ұлы тұлға. Жақсы, сұрақ енді. Ана басқа топтардан мына бейнені көрмедім дейді. Иә? Неге бұл Байтұрсынов қалғаныңыз басқандар топ не көрдіңіздер деген айта қойшы. Себебі Ахмет Байтұрсынов алашорда үкіметінің мүшесі болған. Жетекшінің мүшесі емес қой, иә? Мүшесі. Бүйтіп тұр, 31 мамыр қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Жақсы орналастыруымыз дұрыс. Олай болса сіз айтуыңыз керек. Біз орналастырдық. Неге? Себебі сабақта түйген ойыңыз, сабақ көңіліңізде шыққан эмоция бар ма? Смайлик жіберуге де болады. Жақсы, бөлейік. Қайда біреуге өзі жібермей тұрмын. Өздері көшесіз. Қуғын-сүргін кезіндегі аналардың жағдайы өте мүшкіл көрінді. Жақсы, мына кім? Керемет. Қазақ зиялылар туралы көп мәлімет алдым. Өте қызықты. Жақсы әсерлі сабақ болды. Маған ұнады. Маған кіреді, музей ұнады. Жарайды. Жақсы, рахмет еңбектеріңізге. Енді сіздердің араларыңызда хабар агенттігі. Хабар арнасының журналисті Өтеген Әлімхан сіздермен сұхбаттасқым келіп отыр. Сұхбатымның сұрағы бүгінгі сабақтан түйген ойыңызды айта кетсеңіз. Бүгінгі сабақтан түйген ойым бұрынғы замандағы Ақмолада орналасқан Алжир лагері туралы көп ақпарат білдім. Рахмет. Бүгінгі сабақтан түйген ойыңыз айта кетсеңіз. Менің ойымша, осы лагерлердің өте көп пайдасы тиді. Рахмет. Жақсы. Бүгінгі сабақтан түйген ойыңыз. Егер түзететін лагерлер туралы сұхбаттарыңызға рахмет. Арнайы 32-ші мектеп гимназиясы үшін еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бұл енді кері байланысқа алынған кездесуші әдістемеді. Енді топ жетекшілер бағалауда жібердіңіздер. Топ соңғы қартаны үстесін қойыңыздар. Жақсы, тез айтып топ жетекшілер. Біздің топта барлығы осы идеяларды түсіндіріп, қатысты бүгін 7 сертификат
Бүгінгі біздің топта жақсы белсене атсалысқандар барлығы белсене атсалысты. Олардың арасында жақсы атсалысқандар Қазбекова Ерасыл және де Сабира. Жақсы. Сізде балды өзің қояды, ана жерде мұғалімнің балы деген бар, өзің қояды, сосын ана қалыптастырушы бағалау жазылған. Бүгінгі ашық сабағымызда менің тобым өте белсенді қатысты, ұйымшылдық білдіріп, көптеген жақсы мәліметтер беріп, топтама жасады. Кімді? Бәрінен. Барлық. Жақсы. Бүгінгі сабағымызда бүкіл топ мүшелері өте жақсы белсенді танытты. Солардың ішінде Нұрсана және де есеп жақсы. Енді топ бәрі карталарды көрсетті қойшы, кім қаншалықты қай топ жұмыс жасады. Біз 5 экономикалық аймаққа бөлінетін едік, сіз теріс айтып жүрсіз. Маған көрсетіңіз баға. Енді толық жаңағы бұрқалықты боя қойшы. Сіздер лагерьде туралы айттыңыздар. Сонда толық жұмыс істеген ғана мына Тұрар Рысқұловтың тобы ғана болды. Солай ма? Әлде де болса